Ассалаумағалейкум баршаңызға қайырлы күн. Алда ораза айт мерекесі келе жатыр. Дәл сол уақытта өнімді қалай ішеміз, қанша мөлшерде ішеміз, ішуге болады ма, болмайды ма деген сұраққа кішігірім жауап бергім келіп тұр. Әрине, ораза уақытысында, таңғы сәресі уақытысында және кешкі ауыз ашатын уақытта екі уақытта өнімді іше беруге болады. Наоборот, осы ораза айт мерекесі кезінде ағза, тәніңіз сауығып, тәніңіз тазаланып, жаныңыз тазаланып, сабырлыққа, төзімділікке, шыдамдылыққа шақыратын ай ғой, былайша айтқанда. Және де осы уақытта ораза ұстай отырып өнім ішетін болсаңыз, өнім 3 есе 4 есе мықты жұмыс жасайды. Сол үшін де именно ораза уақытында ораза ұстайтын кісілерге наоборот біздің өнімдерді ішу керек деп айтамын. Оның ішінде қай өнім ішетін болсаңыздар бола береді. Мысалға, таңғы сәресі кезінде тұрдыңыз, жуындыңыз, намазыңызды оқыдыңыз, және де суыңызды іштіңіз. Сол кезде өнімді ішіп жүретін болсаңыз, ақ шетінен 5-10 минуттан кейін жаңа сәресіңізді іше беруге болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Сосын су іше алмаймын, суды көп ішу керек деген кісілерге де таңғы және кешкі суыңыз жетеді. Ода тұрған ешқандай қиындық жоқ. Кешке де дәл сол тәртіпте аузыңыз ашатын кезде суыңызбен бірге өніміңізді ішіп жеріңіз. Ары қарай тамағыңызды ішіп, намаз оқитын болсаңыз намазыңызды оқып, дәл жалғастырып кете бересіз. Өнім осындайғы уақытта өзім байқағаным 3 есе 4 есе жұмыс жасайды. Өйткені өзімізде 5 уақыт намаздамыз, өзімізде жылда ораза тұтамыз. Және де ораза тұту уақытында өте үлкен жаңағыдай энергия, күш қуатыңызды береді. И жаңағы біздің өнімдердің ішінен хлорелла мысалға жақсы детокс продукция, спирулин мысалға жақсы детокс продукция, саумал ішсеңіздер де болады. Витамарин А+, Б+ өнімінде ішсеңіз болады. Витамарин А+-тың, Б+-тың өзінің ішу тәртібі бар ғой. Таңертең А+, сәресіде ішіп, Б+ кешке жаңағыдай жатар кезде, жатар уақытта ішсеңіз де болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді қазір керемет эфир басталайын деп жатыр. Сонда қарай барайық барлығымызға. Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Орысша да айтып жеріңіз дейсіз ба, яғында? Иә. Тағы да бір бөлек эфир жүргізейін оған. Хорошо? Жақсы сау болыңыздар.